Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге күнделіктіге таптырмайтын өте дәмді қытырлақ баклажанды салатты жасаудың жолын көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Мінекей дәмдеуіштерден бар жоғы крахмал және тұз қажет болады. Ең алдымен тазартылып жуылған баклажанымызды үлкендеу кубиктерге кесіп алатын боламыз. Өте сондай жеңіл жасалатын және дәмді салатты сізде жасап көріңіз. Ең алдымен мінекей видеода көрсетілгенде ірірек кубиктерге турап алатын боламын. Бөлек ыдысқа салып аламын, себебі тұзымен, крахмалмен араластыруымыз қажет болады. Сәл тұзы сіңу үшін алдын ала тұз салып, осылайша араластырып қоя тұрамын. Содан кейін қалған көкөністерді де турап алатын боламын. Мінекей қиярларымызды турап болғаннан кейін оны баклажаннан бөлек сәл үлкендеу табаққа салыңыз, себебі осы табақта барлығын араластыратын боласыз. Барлық көкөністеріңізді балғын деген етті дәмділерін таңдаңыз, сол кезде салатыңыз да өте дәмді болып шығады. Мінекей қызанағымызды, яғни помидорымызды үлкенірек кубик ретінде турап алатын боламыз. Оны да қиярдың үстіне қосып қоямыз. Мінекей осындай үлкен, сочный болгар бұрышы деген менің прям махаббатым. Өзін жеке қытырлатып жіберемін. Ал сіз ұнатасыз ба? Мінекей пышақтың көмегімен осылайша сәл қиғаштау етіп тураңыз, сол кезде араластырған кезде әдемі көрінетін болады. Барлығын турап шықтым. Содан кейін ақжелкен деп айтылама көп жерлерде, немесе петрушка. Соны таяқша жағының барлығын кесіп алып тастаймыз. Жапырақ жақтарының бәрін сәл ірірек етіп кесіп алатын боламыз. Яғни барлық ингредиенттерін араластыруға дайындап аламыз ғой. Мінекей баклажанымызға тұзы сіңді деп ойлаймын. Енді қытырлақ болу үшін картофель крахмалын үстіне салатын боламыз. 2-3 қасықтай, ас қасықтай жарайтын болады. Осылайша жақсылап араластырып, бірден қызып тұрған майға салып қуырып алатын боламыз. Егер де майыңыз сәл ғана қызып тұратын болса, ол кезде майды бірден өз бойына сіңіріп алатын болады. Ал қатты қызып тұрған майға салсаңыз, бірден қызарып шыға келеді. Достар, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей баклажандарымды әп-әдемі болып қызарып қуырылды, өте қытырлақ болып тұр. Содан кейін оны түсіріп алғаннан кейін сәл май қосып, осы сковородкамызға болгар бұрышын салып алатын боламыз. Бірақ оны сәл ғана жұмсарту үшін ғана салып аламыз. Кем дегенде 2-3 минут ұстасаңыз жеткілікті. Бұл салаттың бір ерекшелігі, осылайша болгар бұрышын баклажанды қуырып алғаннан кейін бірден араластырып, жылы күйінде жесеңіз өте дәмді болады. Солай жеуді ұсынамын. Мінекей 2-3 минуттай ғана қуырып алдық. Болгар бұрышымыз сәл жұмсарды. Мінекей осылайша сүзіп алатын боламыз. Болғаны осы достар. Мінекей дайын тұрған қияр помидорымыздың үстіне қуырылған болгар бұрышымызды саламыз. Қытырлақ баклажанымызды жібереміз. Содан кейін туралып тұрған петрушкамызды салып, татымына қарай тұз салып, сәл ғана сұйық май қосып араластырсаңыз өте керемет. Әдемі деген ыдысыңызға ұсынып, үстіне кунжут дәндерін сеуіп жүрсеңіз, өте әдемі болып шығады. Сізде жасап көріңіз, өте дәмді салаттардың бірі. Видеомды соңына дейін қарағаныңызға алғысымды айтамын.